Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып ғаламтор қазақ тілінде келер шақ, болжалды келер шақ. Оқу мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру, етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Бірінші тапсырма мәтінді негізге ала отырып, қазақ тілді контент дамып жатыр, немесе ғаламторда қазақ тілді орта қалыптаспаған деген тақырыптардың бірін таңдап алып, өз ойыңызды жазыңыз. Көзқарасыңыз дәлелді түрде белгілі бір жоспар негізінде жазылуы керек. Келер шақты сөйлем ішінде қалай ажыратамыз? Келер шақ дегеніміз сөйлеу кезінен кейін болатын қимылды, әрекетті білдіреді. Келер шақтың болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, ауыспалы келер шақ деген 3 түрі бар. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз болжалды келер шақ. Болымды болжалды келер шақ түбір сөзге ар, ер жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, барармын, барарсың, барар. Ал болымсыз болжалды келер шаққа түбір сөзге ма, ме жұрнақтары содан кейін с жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, бармаспын, бармассың, бармас. Екінші тапсырма болжалды келер шақтың болымсыз түріне 5 сөйлем, болымды түріне 5 сөйлем құрап жазыңыз. Сөйлемдер ғаламтор тақырыбына қатысты болуы шарт.